Төртінші сабақ. Адамдар ара қарым-қатынас сериясынан. Мен сені жақсы көремін ай, сен де мені жақсы көресің ай. Бұл бірінші қағида. Неге десеңіз, мен деген сөзден басталады. Қазіргі уақыт. Бұл ең жақсы сүйіспеншілік таразысы. Өйткені өте жақсы көргендей, мұнда күйіп жанып кетпей, жайлап жанған шамдай бір қалып қарым-қатынас болады. Бұл қағидада өте, жек, ал, жаман деген сияқты ауыр сөздер жоқ. Мұндай қосылуда өмірде неше түрлі жағдайлар болғанда, адамдардың да ойлары өзгеретін кездері болады. Сонда бір-бірін жақсы сөзбен түзетіп, бір-бірін кешірсе, бұл қатынаста жақсы таразы болады. Мұндай таразыда айқай-шу, ұрыс-керіс өте кем болады. Үйде тыныштық, береке, өзара сүйіспеншілік орнайды. Егер жоғарыда айтқандай, олар өздерінің кемшіліктерін түзететін болса. Мысалы, отбасының айтқан әңгімесі. Төртінші сабақ. Мен алғашқыда осы әйелімді көргенімде ай, анау айтқандай өте жақсы көріп жанып күймедім ай. Бірақ арамызда пайда болды бір жылулық ай. Қарасам жаман да емес екен тәрбиесі ай. Бәрібір ерте ме кеш пе үйлену керек дедім ай. Деп екеуміз келісіп үйленген едік ай. Біз үшін қуанды ата-аналарымыз ай. Өйткені ол да маған кетәрі емес еді ай. Мен оны сездім, сезді менің жүрегім ай. Екеуміз айтпай-ақ түсіністік бір-бірімізді ай. Көп ойланбай отан құрдық екеуміз ай. Осы әйеліме мен үйленгеніме осы уақытқа шейін өкінбеймін ай. Кей кезде менің ойым бұзылатын болады кездерім ай. Неге десең, қанша дегенмен мен еркекпін ай. Сонда ол өзінің жұмсақ мінезімен ай. Маған бәрін айтып түсіндіріп, көңілімді жайына түсіреді ай. Мені ұрыс-керіссіз түсініп кешіреді ай. Сен өзің қандай болып басын істемейтін ақмақсың ай. Деп мен өзімді өзім ұрсатын едім ай. Саған өзі не жетпейді өзіне дейтін едім ай. Менің үйімде тыныштық, береке бар деймін ай. Балдар бар арамызда, тәрбиелі, жақсы оқитындар ай. Әйелім де мені өмір бойы қолдайды ай. Әкелеріне жабыса бермеңдер, тыныш отырыңдар ай. Ол шаршап келді ғой, қайта оған жәрдем беріңдер ай. Деп ұрсып қояды ғой балдарымызды ай. Үйде де, көпшілік кезде де ол менің бетімнен алмайды ай. Екеуміздің арамызда сүйіспеншілік жоғалмаған ай. Құрметте, кешірімшілікте бар арамызда ай. Тәңіріме мыңда бір шүкір деймін ай. Маған осындай адамды жолықтырғанына ай. Осындай бақты басыма қондырғанына ай. Тағы да Тәңіріме мыңда бір шүкір деймін ай. Осындай жоғарғы қағидаға келетін тағдыр ай, деді қорғаушы періштем ай.